Бұл енді оқылған екен, нарда тұр, бәрі де жазулы, бірақ сонымен мен қарадым, мен Құлбайдан өткен профессор емеспін, бірақ та бұл жазуды мен де бір тексеріп өтейін деп. Бұл мына Қаракесек руы дейді. Қаракесек руы, оның ішіндегі Айтектің тайфасы дейді. Наурыздың баласы, Қосан батыр деп жазыпты. Қосан батырдың баласы Құрмантай. Уфат болған 32 жасында бар болғаны. Яздырды. Кім дейді мұны? Әкесі дейді ғой. Әкесі тірі болғаны ма сол уақытта? Әкесі деп тұр, жаздырды. Жаздырды әкесі дейді. 1254 жылы дейді. Біздер енді хижрамен есептейтін болсақ, 1876-ға шығады бұл кісінің қайтыс болған жылы. Мына да 1838 деп жазыпты. 1836 ғой, қосқан 76 ғой да? Онда солай. Ол енді үш түрлі болып жазыла есептелінеді жылдар. Бірақ та бұған 585 қосқан сияқты. Ол кезде оны өзің айтшы. Ассалаумағалейкум ағайын. Келет жобасы атамыздың қайтқан жылы. Мен естуім келе ме? Келіп тұр, Сол кезде мына 1873 жылдардан бастап 1877 жылдарға дейін осы жем бойын қазақтары қатты шайқас болған орыстардың экспедиционный әскери отрядтарымен. Сол кезде бір сол уақытта бар ғой. Құрмантай болып тұр ғой, сол қатысқан болып тұр ғой сол соғысқа атамыз. Ірі шайқастар болған, жеңістікке келген сол кезде қазақтар. Ас берген мына жерде халық, жергілікті халық. Елімізде бейбітшілік болсын деп. Сол соғысқа қатысқан атамыз бұл. Құрмантай батыр. Әкесі деп тұр ғой. Сонда сол Құрмантайдың әкесі. Үлкен кісі болып тұр ғой ол кезде заманда. Ал осы батыр атамыз, Құрмантай батыр.